Армысыздар, құрметті қауым. Біз бүгін Теміртау қаласы тұрғындарының арасында сыбайлас жемқорлықпен күресу мәдениетін арттыру мақсатында екінші подкастымызды жазғалы отырмыз. Осыған арнап біз бүгінгі біздің қонақтарымыз, егер нақтырақ айтатын болсақ, ол Әбілқасымов Арман мырза, Теміртау қаласы мәслихатының депутаты, жастар өкілі және де блогер деп айтуға болады Теміртау қаласының. Сонымен қатар біздің екінші қонағымыз ол журналист, жоба бойынша бірталай мақалалардың авторы Қалқаман Нұрлыхан мырза. Сонымен ұзаққа созбай ең басты сұрақтан бастайтын болсақ, бүгінгі ол жемқорлықтың табиғаты неде және де пайда болу жолдарын айта кетсек. Кім бірінші бастайды? Мен бастайын. Жалпы жемқорлық деген ұғым бар бізде. Өткенде соңғы мақалада да жазған болатын осы туралы. Мынау кезінде кеңестік жүйеден қалған бір мұра деп айтуға болады. Қазақстандағы қазіргі сыбайлас жемқорлықтың түрін. Өйткені кеңестік дәуірдің соңғы жылдары, 80-ші жылдардағы тоқырау кезеңі, 90-ші жылдардың бас кезеңі, бұл дефицит деген ұғым пайда болды кеңестік дәуірде. Өйткені экономиканың барлығы негізінен қару-жараққа, ауыр өнеркәсіпке қарай бұрылды да, жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде ауыл шаруашылық өнімдерін тұтыну, тіпті қарапайым тағам өнімдерін шығарудың өзі жоспарлы экономикаға сай белгілі бір деңгейде ғана болды, шекте ғана. Халық тұтынатын тауарларға тапшылық, дефицит деген ол қоғамда үлкендерден естіп отырамыз ғой, қалыпты құбылыс. Сәйкесінше, егер мен барып дүкеннен бір дефицит тауар алатын болсам, телевизор алатын болсам, көлік алатын болсам, мен жаңағы рахмет айтуым керек, саудагерге беремін, баламды балабақшаға кіргізу үшін тәрбиешіге бірдеңе бересің. Тіпті былай айтатын болсақ, бала дүниеге келген сәттен бастап, жаңағы алып шыққан роддомдағы медбикеге беретін рахметтен бастап, жұмысқа тұруға дейінгі аралықта бірдеңе беру, бұл қалыпты құбылысқа айналды. Тіпті осы күні кешеге дейін рахмет айту деген енді кавычканың ішінде ғой. Бұл қоғамда бір дәстүрге айналып кеткен құбылыс еді деуге болады. Бұның кері тұсы, бұл халық соған әбден үйреніп алды, сәйкесінше өмір жеңіл сияқты көрінеді. Ал зардаптары жаңағы бәленбай жылдан кезекте тұрған адамдар, үй алу үшін, немесе оқуға түсу үшін, баласын балабақшаға беру үшін тұрған адамдар, бұл әділеттілік жоқ жүйеде. Яғни жемқорлықтың түбі бұл әу бастан баланың кішкентай кезінен санаға сіңіріп келіп, осы ТМД елдеріндегі бір ерекше модель деп айтуға болады. Ерке сөзіңізді бөлсем, анау қанымызға сіңіп кеткен соншалықты біз оны жемқорлық емес, қарапайым сыйлық ретінде қабылдайды екенбіз да. Иә. Өзіміздің қанымызға сіңіп кеткен жаңағы дәстүр секілді, мысалы жаңағы роддомға барған кезде де, егер сіз оған бірдеңе бермесеңіз, ұят секілді. Кеңес одағы кезінен бастап дедіңіздер. Менде бірақ сұрақ сіздер туындап. Мысал алатын болсақ, Тәуке ханның 7 жарғысында кез келген қылмысы үшін осынша қой, осынша бас жылқы деген көрсетілген. Бұны жемқорлықтың бір көрсеткіш ретінде қарастыра аламыз ба? Жоқ, оны қарастыра алмаймыз. Себебі Тәуке ханның дәуірі бұл көшпелі дала мәдениетіне тән дәуір. Яғни қазақ бір нәрсемен мақтана алады. Қазақ даласында абақты деген ұғым жоқ, түрме деген ұғым жоқ. Адам өлтіргеннің өзін жазаламайды. Бірақ тарихымызға қарайтын болсақ, осы дәл осы 7 жарғы құн төлеу деген ұғымды да енгізген Тәуке хан болатын. Оған дейінгі аралықта егер біреуді өлтіріп алатын болса, енді әртүрлі жағдай ғой, әдейі емес, енді барымтаның кезінде немесе көкпардың кезінде деген сияқты, или екі адамның арасында жаңағындай келіспеушіліктер барып қамшымен ұрып жібергенде қате тиіп өлтіріп алуы мүмкін. Адам өлімінің өзін қанғаған деген болған дала ұғымында, яғни біреуді өлтірсең, сен оны өзін өлтіруің керек, туысқанын өлтіруің керек, жаңағы қайтыс болған адамның туысы кек қуалап. Енді оны кек қуалап оны өлтірді, сәйкесінше қайтадан кек қуалау басталады. Осы үрдісті тоқтату үшін жаңағы құн төлеу дегенді енгізді. Ердің құны 100 жылқы дейді, қожадан болатын болса 7 еселенеді, төренің тұқымы болса тағы да еселенеді, қарапайым қара қазақтан қарағанда деген сияқты. Бұл жазаның түрі. Және екінші бір дүние, бұл құн төлеген кезде сол қылмыскер айыпты адам құн төлемейді ғой. Оның әулеті ұруына үлкен салмақ түседі. Сәйкесінше бір қылмыс жасап, өзі ғана емес тұтас әулетін туған туысқан жерге қарату, жаңағындай бір қиыншылыққа душар ету, бұл ер азамат үшін өте үлкен жазаның бірі саналатын. Енді бір қоса кетуге болатын дүние бар. Енді барлығымыз білетін Еңлік Кебекті Мұхтар Әуезов зерттеп алғашқы болып жазды. Еңлік Кебек жыры деген бар поэмасы. Осы жерде жесір дауы, Кебек ғашығын Еңлікті алып қашып кетіп, екеуі біраз уақыт жасырын өмір сүреді.
екеуінің арасында сәби дүниеге келеді. Сәби дүниеге келгеннен кейін барып бұлар қолға түскен кезде жаңағы жесір дауын даулап келушілер еңлік кебекті ат құйрығына сүйреп өлтіреді да жардың басында екеуінен туған сәбиді иесіз далаға жалғыз тастап кетеді. Бала солай ит құсқа жем болып далада өлді. Енді ұлы даланың заңы бойынша жарайды, жаңағы жесір дауын қуалағандар екеуін ат құйрығына кесіп өлтіріп енді сертті бұзды, антты бұзды деп жазалаған дұрыс шығар, бірақ жазықсыз сәбиді жазаға тартты ғой. Осы үшін Құнанбайдың атасы Кеңгірбай жаза тартады. Жаза тартқан кезде жаңағы сәбидің құнының өзі 1000 жылқыдан асып кеткенде құн төлеуші Матай руына үлкен салмақ болып, кәдімгі қазіргі анау Тобықтының отырған жерін босатып береді. Сондай салдары бар. Бұл қылмыстың жаңағы түрмеге қамау емес, бір құн төлеу парызын өтеу арқылы жазадан босату, бір жағынан даланың сотымен әділ шешім беру. Ал енді жемқорлықтың табиғаты ол мүлдем бөлек. Ол жерде біреудің бірдеңесін беріп кету, оңай жолмен табысқа жету, немесе жаңағыдай қылмыс жасаған күннің өзінде ақша беріп құтылып кету деген сияқты ол мүлдем бөлек сипаты. Түсіндім. Жалпы кеңес одағы кезінен бастап шамамен 1 ғасырдан артық уақыт өтті. Кеңес одағының соңғы жылдары деп айтсақ нақты болады, дефициттің өрлеген кезі. Қазіргі жалпы әлемдік көрсеткішпен айтатын болсақ, сыбайлас жемқорлық артпаса кеміп жатқан жоқ, ашығын айтатын болсақ. Ол жалпы Қазақстан емес, ол Ресей, Қытай, тіпті қазір өлім жазасы болса да тоқтап жатқан жоқ, ашығына келсек. ақш-та да ол көп болмаса аз емес, Қазақстан салыстыратын болсақ. Енді сұрақ осыдан, Арман мырза, қалай ойлайсыз, сыбайлас жемқорлықпен күресу мүмкін бе, және де оны жеңу мүмкін бе күрескеннен бұрын? Өйткені күресу үрдісі жүріп жатыр ғой, тоқтамай. Заң бар бізде, бірақ заңмен көп нәрсе шешілмейді. Көбінесе осындай жастарға арналған подкасттар, видео формат, Инстаграм, әлеуметтік желілер арқылы түрлі жобаларды жүзеге асырса, жастардың ойын әрі қарай да дамытып мүмкін екенін көрсетуге. Енді жалпы жаңағы қоса кетейінші, әлемдік деңгейде деп айтатын болсақ, бір жақсы үрдіс бар. Ұлыбританияда, Лондонда, Америка елдерінде де қабылданған зат, дамушы мемлекеттердің активтеріне күмәнді активтер деген ұғым енгізілді. Мысалы, Қазақстаннан байлар сол жақта шот ашып, үй алады, жаңағындай банктерге ақшасын салып қояды, инвестиция тартады. Белгілі бір уақыттан кейін сұрауы мүмкін да, бұл ақша қайда келді? Сен таза жолмен алдың ба, күмәнді жолмен алдың ба деген сияқты. Енді бірақ бір өкінішті жағдай бар, бұл Америкаға Дональд Трамптың келуімен енді біраз өзгерістер орын алды ғой. Соның бір соңғы өзгерісі мынау компанияларға, ірі инвестициялық компанияларға Американың өзінде пара беруге болмайды, ал бірақ дамушы мемлекеттерде мәселесін шешу үшін пара беруге рұқсат беретіндей құжат қабылданып қойды. Енді бір жағынан оны да түсінуге болады, себебі кейбір мемлекеттерден, Қазақстан ғана емес, Африканың кейбір мемлекеттері бар, және бұрынғы ТМД-ның елдері, қиыр шығыстағы елдердің көбінде әлі күнге дейін осы ұғым бар. Бір қызметіңді таза жұмыс істейін десең, бір жерде орнықты жұмыс істейін десең, жаңағы мемлекеттік органдарға, басқаларға деген сияқты кішкене табысыңнан бөліп беруің керек деген сияқты ұғымдар бар. Енді бұған негізі дамыған мемлекеттер түбегейлі қарсы еді. Қазір кішкене көзқарастар өзгеріп жатқан сияқты. Бұның өзі жемқорлықпен күреске бір айтарлықтай салмақ салады. Сондай-ақ біз енді жемқорлықпен күрес дейміз, мемлекет өзі осы мемлекет жаңағы сыбайлас жемқорлықпен күресуге атсалысады да, бірақ өздеріңіз көрушісіздер ғой, жаңағы бізде мемлекеттік қызметкерлер бар, әділ жұмыс істегісі келеді, ашық жұмыс істегісі келетін, бірақ өкінішке орай көп жағдайда жаңағы басшылықтан, жоғарғы жақтан тапсырмалар келеді. Ол тапсырмалар жаңағыдай жемқорлық емес, бірақ ол өзінің жаңағы қызметтік жолын жаңағы дұрыс пайдалану үшін орындау керек. Өзінен жоғарғы басшысының жаңағы тапсырмасын. Ол да жаңағы жемқорлықтың несін ұлғайтады. Тәуекелдігін ұлғайтады деп ойлаймын. Бұл мәселені қалай шешуге болады? Ол өзінің басшысына хабар берсін бе, сыбайлас жемқорлықпен күресетін департаменттерге, немесе басқа да заң өзгерту керек пе, или немесе де қалай істеуге болады? Бұл қоғамдық сананы өзгерту керек қой. Енді бізде мысалға көп дүние бар ғой, жауыр болған тақырып деген ұғым бар журналистикада. Бір нәрсені көп айта берсең, қоғам шаршауы мүмкін, тіпті қабылдамауы мүмкін деген сияқты. Оның ішінде жаңа тіл саясаты, тіл мәселесі де бар. Тоқтаусыз айтылып келе жатқан дүниелер.
сұрақ туындайды да, осыны айта беріп керек пе, жаза беру керек пе деген сияқты. Өйткені халық шаршап кетті ғой деп. Бірақ ол айтыла беру керек, жазыла беру керек. Себебі бір адам екі адамның болсын ойын өзгертуге ықпал етсе, бұл үлкен тәжірибе болады. Осы жемқорлыққа байланысты бір 10 шақты жыл бұрын ғой деймін, өзіңнен баста деген әдемі челлендж болған осы Қазақстан Республикасының деңгейінде. Яғни әрбір шенеунік, әрбір мемлекеттік қызметкер өзінің қандай активтері бар, өзінің қалай жұмыс істейтінін көрсету, сонымен қатар қарапайым адамдардың өзі мен пара бермеймін деп, жаңағындай сыйлық бермеймін, пара бермеймін деп әркім өзінен бастап әрекет ете бастаса, қоғам біршама өзгереді деген. Шынымен де салыстырмалы тұрғыдан қарайтын болсақ, 2011 жылдағы жағдаймен, жарайды 2015 жыл деп алайықшы, 2015 пен 2025 жылдың аралығындағы ахуал көп өзгерді. Оның ішінде білім беру процесінде айтуға болады, жоғары оқу орындарындағы. Енді ол коррупция болып саналмайды, заңдық тұрғыдан алған кезде мұғалімге пара беру, бірақ заңсыз жолмен пайда көру деген сияқты басқа статьялары бар да, осының төңірегіне кіретін. 2015 жылы жоғары оқу орындардағы сыбайлас жемқорлық пен 2025 жылдың аралығы көп қысқарды. Қазіргі студенттер бұрынғыдай ақша бермейді. Қазіргі студенттер жаңағындай дипломды ақшаға сатып алмайды деген сияқты әңгімелер ғой. Неғұрлым өздері істеуге тырысады, өздері көрсетуге тырысады. Осы жағынан келгенде өзгерістер оң жаққа қарай дұрыс өзгерістер бар. Сосын бұрынғыдай ашық айтыла да бермейді, сыйлық дәмету деген сияқты. Өйткені цифровизацияның өзі көп көмектесті бұған. Сосын бізде жаңа көбінесе жемқорлық мәселесін қозғаған кезде көбінесе халық әкімдікке көңіл аударады да. Ал жемқорлық қарапайым халықтың арасынан басталады ғой негізі. Мысалы, қарапайым Теміртау қаласындағы бір ықшам ауданды алайық. Соның ортасында бір балалар алаңы жөнделіп жатыр, жөнделіп жатыр. Мемлекет әкімдік өзі жұмыс істемейді, өзі ақша бөледі, бірақ жобаны басқа бір кісілер жеңіп алады. Мүмкін ол басқа жаңағы Алматыдан болсын, Қызылорда, жаңа Шымкенттен болсын бір фирмалар жеңіп алады да, Теміртауға келіп, оны жөндейді. Шет ауданнан келген адамдар, жаңа фирмалар Теміртауға келіп, жаңағы ақшаны экономдауға тырысады. Ал сонда ең соңында кім кінәлі? Әкімдік кінәлі. Осы тұрғыда да бізде сол тендер жүйесінде, осы конкурс жүйесінде көп ақаулар бар. Осы жемқорлыққа байланысты. Өйткені мысалы Алматыдан осы балалар алаңын Теміртауда орнату жобасын жеңіп алған алматылық фирмалар Теміртауға келмейді. Ол Теміртаудан жаңағы қарапайым кішкентай фирмаларды іздейді да, соларға ақшасының жартысын береді, немесе бір бөлігін береді да, нәтижесінде жұмыс сапасы шығады. Осындай үлкен жаңағы мәселелер бар, шешілу керек заң аясында. Жалпы тағы қоса кеткім келіп отыр. Мынау әлеуметтануда сынған әйнек теориясы деген ұғым бар ғой. Бұл 92 жылдары Нью-Йорк қаласында болған мысалмен түсіндіріледі. Нью-Йорк қаласы бүгінде әлемдегі ең бір қауіпсіз бейбітшілік жайлаған қала ретінде сипатталса, 90-шы жылдары нағыз бір қылмыстың ордасы сол жер болды. Бруклин айтып отырсыз. Нью-Йорктың өзі. Ол жерде жаңағы метродан бастап күнделікті қаншама адам өледі, бүкіл қылмыскерлердің бәрі сол жақта дейді. Сол кезде қаланың басшылығы қабылдаған шешім, оған дейінгі басшылар үлкен қылмыстық топтармен, жаңа ОПГ дейміз ғой, солармен күресіп келсе, 92 жылы келген басшылық, жаңа басшылық ұсақ бұзақылармен бастап күреседі. Жаңа граффити салып кететіндермен, метроға ақша төлемей кіретіндермен ұсақ қылмыспен күресу нәтижесінде 1-2 жылда үлкен қылмыстың өзінің статистикасын әлде қайда азайтып кетеді. Енді қазіргі осы жемқорлықпен алатын болсақ та, кейдегі жаңағы пара берме, гаишникке пара берме, жаңағындай садикке тұру үшін ақша берме, дәрігердің кезегінсіз кіру үшін ақша берме деген сияқты ұғымдарды айта бастасаң, кейбір кісілер айтады, бізді қайтесің деп. Анау үлкен корпорациялардың деңгейіндегі жемқорлықты тоқтату керек, соған күш салу керек деп. Оған да уақыт келеді. Егер мынау тұрмыстық деңгейдегі жемқорлықты түбегейлі жоятын болсақ, ол үлкен коррупциялардың да алдын алу әлде қайда жеңіл болатын еді. Әйтпесе бұл кәдімгідей айтып тұрмын ғой, бұл дәстүрге айналып кеткен жаман қылықтың бірі. Сол айтамын, мұны бірақ айта беру керек емес, енді мысал ретінде басқаша жолдармен жеткізу керек та халыққа. Неше түрлі бейнефильмдермен, бейнероликтермен, немесе жаңалықтармен, сол мысал ретінде көрсетіп.
осындай жаңағы бізде не бар еді ғой, жемқорлықты ұстап берсең белгілі бір бөлігін сыйақы аласың деген сияқты. Сондай бір үлгілерді көрсету керек секілді. Яғни қарапайым халықтың сыбайлас жемқорлықпен күресуге қаншалықты үлес қосып жатқан кейстерді халыққа көрсету керек масштабты тұрғыда. Жалпы бағанадан бері біраз рет көптен бері айтылып жатыр осы жоба туралы, сыбайлас жемқорлықпен күресу туралы көп деп айтылып жатыр дейсіздер. Енді осыған орай Теміртау қаласының біраз жобаларына қатысасыздар. Қоғамдық өміріне белсенді түрде қатысып халықтың көңілін байқайсыздар. Осыған орай менде сұрақ: жалпы Теміртау қаласының тұрғындары, оның ішінде жастары, осы жобаға қатысты ойлар қандай? Енді өзіңіз білесіз, алдында бір ойын өтті ғой, жастармен тұрғындар адал ойын деген, өзіміз көріп те жүрміз, жастардың жалпы жаңа жемқорлыққа қарсы ой керемет. Жаңағы заң білуі, ашықтығы, жаңағы үлкендерге қарағанда жастардың белсенділігі жоғары бұл тараптан. Ал сондай бір топтарды қалыптастыра алсақ, неше түрлі ойындар арқылы, жаңағы зерттеулер арқылы, белгілі бір жаңағы сурет байқаулары, өлең байқаулары арқылы белгілі бір топтарды қалыптастыра алсақ, ол топтар кейін басқа бір өздерінің достарына, жақындарына, отбасына, отбасынан басталады ғой, өзінің отбасына барып айтады: жоқ, бұлай болмайды, бұлай істемейік, өзімізден бастайық деген секілді. Сөйтіп қоғамда осылай ішінен өзгертуге өте үлкен нәтиже тудырады. Өткен жылдан бері жаңағы балалар арасынан, мектеп оқушылары арасында неше түрлі сурет байқаулары өтіп жатыр осы жемқорлыққа. Сол кезде балалардың суреттерін қараймын өзім, керемет. Бірақ суреттерінің көбісінде жаңағы гаишник, көбінесе сондай әкімдіктің қызметкерлері. Жалпы бізде адал ойын зияткерлік ойыны болды. Сонымен қатар қазір сіз айтып отырған өткен жылға сайыс осы жылда болып жатыр. Қазіргі таңда біз 53 шатаспасам өтінім қабылдадық, қазір қарастырып жатырмыз. Сонымен қатар бізде күз айында әлеуметтік бейнероликтер байқауы болады. Осы Теміртау қаласы тұрғындар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы көптеген ақпараттық кездесулер, сонымен қатар мақалалар шығып жатыр. Белгілі бір нәтижелер бар. Енді қалай ойлайсыздар? Осы жобаны қалай одан сайын жақсартуға болады? Нәтижені одан сайын арттыру үшін. Негізінен жастар аудиториясына көп мән беру керек. Өйткені үлкен ересектер аудиториясының ойын өзгерту, санасына сілкініс енгізу бұл қиындау. Бірақ жастар арқылы өзгертетін болсақ, бұл фундамент қой. Бүгін өсіп келе жатқан жас, ол бүгін ертең нәтиже бермеуі мүмкін. Бірақ ұзақ мерзімді стратегия, бұл алдағы 10 жылдықта түбегейлі, енді жемқорлықты түбегейлі жеңу мүмкін емес. Өйткені бұл анау Рим империясынан бері адамзатпен бірге жасап келе жатқан құбылыс қой. Меншік деген ұғым қалай қалыптасты солайынан. Бірақ оның салдарын азайтуға айтарлықтай ықпал етуі мүмкін. Оның ішінде жаңа сіздер айтып отқан ойындар түрінде, сосын жастарға қатысты дәрістер, жастар аудиториясымен жұмыс істейтін тікелей осы бағыттағы жұмыстарды күшейте түссе, бір оң ықпалын береді. Сонымен қатар жаңағы айтып кеткен әдемі бастама, бұл өзіңнен баста челленджі. 2013 жылдары бір өте белсенді болды осы топты қолдағандар. Қазіргі уақытта бұл азайып кетті. Осы челленджді де жалғастыра беру керек та. Адамдар айту арқылы да, басқа да дүниелер арқылы, көзбен есту, көру, сол арқылы бұл қалыпты құбылысқа айналдырады. Жемқорлық актілері пара бермеу, пара алмау деген ұғымдар. Енді қараңыз, өзім шатаспасам өзінен баста шарасында неге тоқтатылған? Шатаспасам бірталай әкімдер осы өзінен баста деп пара алма, мен пара бермеймін деген бірталай әкімдер жемқорлықпен ұсталған болатын. Ашығына келгенде. Жоқ, бұл жерде бұл өзіңнен бастада мемлекеттік органдардан бөлек қарапайым адамдардың өзі. Сосын ол енді челлендж болғаннан кейін анау бұйрық деген бар ғой. Бұл бұйрық емес, бұл қазақ блог сферасында жүрген азаматтар бастаған акцияда. Сіз айтып отырған бұл мемлекеттік агентство по делам государственной службы деген бар ғой. Қазақшасы қалай да ұмытып қалдым. Мемлекеттік істер бойынша агенттік па? Шпекбаевтың кезінде ғой деймін, жаңылмасам, бұл мемлекеттік қызмет істері агенттігінің бастаған акциясы.
өзіңнен басқа челлендж. Одан бөлек мынау қазақ блог сферасы деген болған 2011 мен 2015-тің аралығында өте белсенді болды. Қазіргі мынау Өркен Кенжебек бар, Аршат Ораз, Данияр Алан деген азаматтар бар. Бұлардың бастаған акциясы дәл сол атаумен, бірақ өзгеше форматта, бұл қарапайым азаматтарға. Яғни жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік. Егер қандай да бір жерде осы жемқорлық фактілерінің бір асқынған түрі болса, соны көрсету, айыптау, сосын тіпті анау бір дәлел жетпей жататын болса, бұл жала жабу болып саналады ғой. Ондай кезде сарказммен көрсету, түрлі фелитон жанры деген бар бізде журналистика ұғымында. Қазір өліп бара жатқан жанрдың бір түрі. Фелитон қылып шығарсаңыз, ол көркем шығарма. Бірақ белгілі бір деңгейде астарында шындығы бар деген сияқты. Осы құбылыс бізде жақсы әсер берді қоғамға. Әсіресе анау жоғары оқу орындарындағы студенттердің пара беруін және студенттерден пара жинау. Сонымен қатар мектептердегі сборлар дейді ғой, поборлар. Осыны әшкерелеуге өте үлкен ықпалын тигізді. Соның бір нәтижесі деуге болады. Мұғалім мәртебесі туралы заңның қабылдануының өзі бір 2-3 белсенді азаматтың тұрақты түрде осы позицияны ұстануының соңы бүкіл Қазақстандағы миллиондаған мұғалімдер аудиториясын кәдімгі үлкен жүктемеден босатты. Яғни осы бағыттағы жұмыстарды әрі қарай жалғастыра беру керек шама келгенше. Жаңағы елдікі бүгін үшін, менікі ертең үшін дейді ғой. Жаңа өзіңіз әкімдер ұсталып жатыр дедіңіз. Иә, жастар арасында жүргізу керек, бірақ жаңа жүйеге де бір үлкен жаңағы мәжіліс тарапынан бір өзгеріс керек секілді депутаттардың арасынан. Өйткені мысалы әкімдер бізде көбінесе ауысып отырады ғой. Әр 4 жылда, 5 жылда жаңағы Теміртауда болған әкім Қарағандыға барады, одан кейін Астанаға барады деген сияқты өсу арқылы мансабына. Енді мысалы Теміртауға басқа бір шет ауданнан бір жаңағы әкім келеді. Ол енді Теміртауда танымайды. Көбінесе 4 жыл отырады осы Теміртауда. Көп нелер танымайды. Онда менің ойымша не көп болады риск жемқорлыққа. Ал егер осы Теміртаудың өзінен шыққан адамдарды бізде ауыл әкімдері сөйтіп сайлап жатыр ғой. Ауылдың өзінен шыққан әкімдерді деген секілді сайлау арқылы жүргізсе, қаланы да, облысты да керемет болушы еді. Өйткені ауыстырып әкелген әкім ол 4 жыл отырады да, және өзінің қалтасын ойлауы да мүмкін. Енді службада мемлекеттік қызмет болғаннан кейін тәуекелдер өте жоғары болады. Мен байқағаным, сіздер үкімет тарапына біраз сұрақты қойып жатасыздар да. Бірақ мен ойымша қоғамның өзіне біраз сұрақ негізіне келсек. Байқасақ, біраз адамдар өз балаларын әкім бол, прокурор бол, бастық бол деп тәрбиелейді. Мен өскенде осындай бол, өзінің жеке көлік жүргізушің болсын, өзінің жеке охранаң болсын, өзінің күшті кабинетін болсын деп тәрбиелейді. Яғни адам бол, тәрбиелі бол, жіптап аттама деп өсіретін, мен шынымды айтайын, кемде-кем байқаған. Бірақ та міндетті түрде әкім бол деп тәрбиелеген балалар өте көп. Яғни ол ата-аналардың құйған ақпараты. Бұл бір. 2. Бізде Қазақстан тарапынан өте көп мықты реформалар жүргізіліп жатыр негізі. Заңдар қабылдау бойынша біз кәдімгідей бізден әлем үлгі алады ашығына келсек. Және біз Transparency International бойынша рейтингтен көтеріп келе жатырмыз. Бірақ та бізде енді 100% көрсеткіш ешқашан ешқай жерде болмайды, өзіңіз түсінесіздер. Бізде өкінішке қанша мықты жұмыс жасалынып жатыр, бірақ та халықтың психологиясы бір қызықтығы өте жасалынып жатқан мардымды жұмысты байқамайды да, бірақ та 1-2 шенеунік шетелге қашып кететін болса, олар бүкіл жұмысты жауып тастайды да, бүкіл әлеуметтік желі, медиа, өкінішке орай медиа әсіресе осы 1-2 шенеуніктің бүкіл несін көрсетеді. Міне қашып кетті. Яғни ол үкімет тарапынан болсын, сыбайлас жемқорлықпен күресу департаменті болсын, немесе прокуратура болсын, кім болса да, солардың бүкіл мына жақта жасалған жұмысын жоққа шығарып, осы 1-2 азаматтың қашып кеткені үшін кәдімгідей бізде бүкілі жаман, бүкілі нашар, жемқорлық күшейіп жатыр, нығайып жатыр деп кішкене алдамшы картина тудырады да. Осыған қатысты қандай ой айтасыз? Енді бір қарым айшыртеді дейді ғой енді. Енді журналистердің енді ол да кәсібі. Енді жаңағы мақалаға, өздерінің сайттарына, мақаласына көрерменді тарту жолы. Мен енді журналистикада оқыдым, маған солай үйретті.
қандай жолдары бар, қалай көрерменді қызықтыруға болады, қандай тақырыптар қою керек деген секілді. Бірақ бізде көп журналистер шеттен шығып кетіп жатады. Ондай да бар. Енді жалпы Қазақстан салыстырмалы түрде өте жас мемлекет. 30 жылдан астам ғана тарихымыз бар, бірінші мәселе. Екінші мәселе, енді қайтадан сол жамандай бергендей боламыз, бірақ кеңес дәуіріне ораламыз да. Енді өткен тарихымыз Қазақстан, енді қазақ қоғамы деп айтайық, бір дәуірден екінші дәуірге бірден секіріп кеткен қоғам. Яғни 20-шы жылдарға дейін жаңа рулық санамыз болды, әулеттік сана басым болатын болса, бірден түбегейлі реформация жасалды. Яғни дәстүрді түбегейлі сырып тастау, жаңаша ойлау, жаңаша көзқарасты қабылдау, және оны халық өзінің ықтиярымен емес, бір күшпен таңылғандай болды. Сәйкесінше ұлттық психологиямызға да орасан зор бір соққы тиді. Бұрынғы қазақ баласын қалай тәрбиеледі дейді? Обал болады, ұят болады, осы екі сөз, жаман болады, үш сөз бар. Қазақтың, менде біздің өзімізде ата-әжелеріміз осы үш сөзбен ақ тәрбиеледі. Бүкіл адамдық болмысың осы үш сөздің аясына сыйып кетеді. Өкінішке қарай бұл бүгінде жойылып кетті. Адам бол деген тәлім тәрбие, бұл сен болашақта әкім боласың ба, ғалым боласың ба, суретші боласың ба, өзің біл. Бірақ мынау жүрегіңдегі, ішіңдегі адамдық болмысыңды сақтап қалсаң, ең үлкен мәртебе саған сол еді. Осы ұғым кішкене расымен де бүгінгі таңда көзге көрінбей қалып жатыр. Енді жемқорлық жүйесіне келетін болсақ та сол. Бұған дейінгі жаңағы қоғам көріп отыр ғой енді. Тоқырау жылдары, 80-ші жылдардағы тапшылық және кімнің қолында билік бар, сол баршылықта өмір сүреді. Өзіміздегі кейінгі 90-ші жылдардағы заңсыздық белең алып жатқан жаңағы пысықайлар кезіндегі иен жатқан байлық қой, совхоздың, үлкен корпорациялардың еншілерін пысықайлардың қолына жинап алды. Сол кездегі атқамінерлер, биліктің тізгінінде болған адамдар бір әп-сәтте байып шыға келді. Халық та осыны көріп отыр, және бір бала психологиясымен менің де балам сондай болса екен, менің де балам мынау қиыншылық көрмей, жоқшылық көрмей өссе екен деген ұғыммен айта бастады. Және билікке деген, оның ішінде және мемлекеттік қызметкерлерге, шенеуніктерге деген бір сенбеушілік қалыптасып қалды қоғамның көзінде. Енді бұның бәрін өзгерту үшін уақыт керек. Және Қазақстанның таңдап алған саяси бағыты бұл радикалды саясат емес. Қай тұрғыдан алатын болсақ та, жаңа ұлттық саясат болсын, тіл мәселесі, жаңа жемқорлықпен күрес мәселесі, бұның барлығында көбіне эволюциялық форматқа мән беріп отырмыз. Енді кейбір мемлекеттер, жаңа Қытайды алып қарасақ болады, енді олардағы жарайды халық көп, олар радикалды шара қолданады. Жемқорлықпен ұсталды ма, ату жазасына кесіп жіберу керек. Басқа да қылмыспен ұсталды ма, жаңа өлім жазасы деген сияқты. Ал енді біздің ондай шашылып жатқан ең байлық адам санымыз жоқ, өзі айналдырған 20 миллионға енді толып отырмыз. Бұндай түбегейлі шара қолдану өте қауіпті. Екінші, жемқорлықпен айыпталған адам бәлкім кінәсіз болуы мүмкін. Ол тіпті бұлтартпас дәлелдің өзімен ұсталғанның өзінде бәлкім оның себебі басқа шығар. Айна кейде екі түрлі көрсетеді дейді ғой. Сондықтан да бізде жаңа түрмеге қамау жазасы бар. Бұл тұрғыдан алғанда осы президенттің бастамасымен қабылданған бір ұтымды шешім бар. Бұл жаңа қайтарылған активтерді халықтың игілігіне пайдалану. Енді кейінгі жылдарда қаншама миллиардтаған ақша мемлекеттің қазынасына қайтты ғой, шетелде заңсыз өтіп кеткен кезіндегі пысықайлардың қолымен, жемқорлардың қолымен. Бүгінде оларға жайлы мектептер салынып жатыр, ауруханалар салынып жатыр. Осы дүниені көбірек мән беруіміз керек, және халық негізі көріп отыр оны, қайтарылған активтердің игілігін. Ал жаңағындай сенсациялық тұрғыдан алатын болсақ, қашанда ол жағымсыз ақпарат, негатив үнемі бірінші орында. Позитивке қарағанда. Ол бүкіл әлемдік медиадағы бар дүние, рейтинг жинағысы келген адам мақтайтын болса рейтинг жинай алмайды, өкінішке қарай. Жақсы дүниемен рейтинг жинау аз, бірақ ойбайшыл, аттаншыл контент ол қашанда жоғары рейтингті ұстап тұрады. Енді қарапайымға жаңа мен блогер ретінде де айта кетейінші. Өзімде Қарақалада деген ақпараттық парақшам бар ғой, Теміртау қаласында. Жақсы жаңалықтар, жаңағы бір қарапайым жаңалықтар жеткізсек, халық оқымайды. Лүпіл баспайды, комментарий жазбайды. Бірақ егер кәдімгі шок жаңалық болса, жаңағы бай деген секілді, мына кісі жемқорлықпен ұсталды, мына кісінің апат болды деген секілді, олар қаралым көп жинайды. Халықтың психологиясы жамандықты іздеп отырады, және де ол жамандықты шақыру мүмкін деген теория дұрыс па?
Енді бұл жерде де жаңағы ұлттық психологиямыз бар ғой. Баяғыда мысалға біздің үлкен енді әжеміздің тәрбиесін көрдік, атамыздың тәрбиесін көрдік. Тіпті ең ақыр аяғы қасқырдың өзін атымен атамайтын. Бөкей дейді, тағы дейді деген сияқты ше. Сосын енді біз бала күнімізде атын айтып қойсақ, атын айтпай ол жетіп келеді деген сияқты. Сосын жалғыз оңаша отырса да бір жаманат хабар болса бір-біріне сыбырлап айтатын. Өйткені бір ашық айту ол сол хабарды көбейтеді, соны шақырады деп. Енді бүгінде керісінше бір жаманат дүние болса, бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары шулап ала жөнелеміз да. Енді өзіміз де сол саланың өкіліміз ғой, сүйінші сұрағандай. Сәйкесінше ол әлеуметтануда Вертер синдромы деген ұғым бар. Бұл енді көбіне суицидке байланысты айтылған. Суицид туралы неғұрлым көп айтыла беретін болса, сол ғұрлым ол оқиға көбейеді. Және суицид қана емес, жалпы қандай да бір қылмыс туралы неғұрлым бұқаралық ақпарат құралдары көбірек айтып, қоғам көбірек талқыласа, сол нәрсе жиі қайталанады. Өйткені әрбір адамның ішінде бір айуани түсінік бар. Енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, кез келген адамның ішінде болуы мүмкін, бір психологиялық ауытқуы бар, бірақ ол белгілі бір уақытқа дейін ұйықтап жатуы мүмкін да. Мынау қоғамда болып жатқан дүниені күнделікті жаңалықтардан көріп, газеттен оқып, тиктоктан көріп, инстаграмнан көретін болса, ондағы да сол бойындағы жағымсыз қасиет оянып кетуі мүмкін. Бұл кәдімгі ғылымда, әлеуметтану ғылымында бекітілген, зерттеліп дәлелденген ғылым ғой. Сондықтан да енді ондай негативті негізі барынша бойда аулақ ұстаған абзал. Енді сұрақ, сіз біраз үлес кеңес одағында дедіңіз, біраз үлес қазіргі медиа тенденциясы дедіңіздер. Менде бәрібір кезіндегі қазақ дәстүрлеріне сұрақ енді. Неге мен бұл сұрақты қойып отырмын? Өйткені қазіргі таңда Қазақстанда сыбайлас жемқорлықпен күресу ол нөмір бірінші проблема шығар деп ойлаймын. Ашығына келсек. Өйткені экономикаға зардап тиіп жатыр, көлеңкелі экономика қаншалықты көп екенін білмеймін, бірақ дегенменен әжептәуір орын алып жатыр ашығына келсек. Қаншама ақша шетелге шығып жатыр. Осының енді кезінде бізде біраз дәстүрлер бар. Әлі күнге сатылып келе жатқан. Бірінші өзіңіз айттыңыз, сүйінші сұрау. Екіншісі қалың мал, үшіншісі көрімдік, төртіншісі дұрыс ниетпен подаркалар беру, сыйлықтар беру. Тіпті тойларда бір-біріне алтын береді, әртүрлі сыйлықтар береді. Яғни дұрыс ниет болса да бере беру қанға сіңіп кеткен сияқты. Ғасырлар бойы, жылдар бойы емес, ғасырлар бойы ашығына келсек. Біз кәдімгідей кез келген нәрсені жақсы ниетпен беруге тырысамыз. Осы дәстүрлі психология сыбайлас жемқорлықпен күресуге үлкен кедергі болады деп ойламайсыздар ма? Өйткені ашығына келсек, біз тойда тіпті конкурс жасаймыз, подарка береміз, туған туысқандарға алтын нелер беріп тастаймыз. Олардың ішінде біраз шенеуніктер бар, ашығына келетін болса, тіпті кім болса да. Көрімдік бар, сүйінші бар. Сүйінші деп, мысалы, біреу хабарласып қалады медсестра роддомнан, біз сразу бірден алып барамыз. Біздің ойымыз бірден, біз оған ешқандай міндетіміз жоқ, бірақ жай ғана бізге осындай жақсылық жасағаны үшін міне саған жоқ дегенде 5000 теңге, немесе сол 5000 теңгеге келетін гүл, шоколад деген сияқты. Осындай дүние сыбайлас жемқорлықпен күресу үлкен барьер болады деп ойламайсыздар ма осыған байланысты? Жоқ, негізі ол болмауы керек. Егер дәстүрді дұрыс білетін адам болса, дәстүрді дұрыс сақтап жүрген қоғам болатын болса, себебі қазақ қоғамындағы жаңағы сіз айтып өткен дүниелердің барлығының түпкі мағынасында бауырмалдық, достық қарым-қатынастар жатыр. Және ол сатып алу емес. Ал егер ол сатып алу мақсатында берілетін болса, енді өкінішке қарай ондай да бар. Біреу әкім болып жаңадан сайланып келді, осыған жақсатты болып көрініп қалайықшы, осының бір назарына ілінейікші деп астына ат мінгізіп үстіне жаңағындай зерделі шапан жауып жататын да оқиғаларды куә болғанбыз. Бұл тұрғыдан алғанда енді заманауи заң бар. Белгілі бір суммадан артық сыйлық алмау деген. Яғни әкімге ат мінгізді ма, ол сол қабылдап алу керек халықтың көңілін жықпау үшін, бірақ алған дүниесін декларациядан өткізіп мемлекеттік кірістер агенттігіне тапсыру керек. Енді өзінің белгілі бір айлық есептік көрсеткіш шеңберінен аспайтын деген ұғым бар ғой. Егер осы баланс сақталатын болса, бұл кедергі болмайтын еді. Өйткені енді әкім жаңа қандай сыйлықтар алып жатқан күннің өзінде оны қайтадан апарып мемлекетке өткізе беретін болса, оның да көңілінде бір ананың алдындағы бір қарыздар, борышкер сезім қалмайды да, себебі оны мемлекетке толықтырды. Екінші жағынан мемлекеттің бюджеті де айтарлықтай толығып қалатын еді осы есептен алғанда. Бірақ өкінішке қарай бұл практика қазір қолданыста жоқ. Және жаңағы айтып өттік қой, біз дәстүрімізден 70 жыл бойы ажырап қалдық. Көп деген салт дәстүріміздің
түпкі мәнін, мағынасын ұмытып қалдық та, тек сыртқы формасы ғана бар. Болды. Жаңа қазақ қоғамында айтылатын нәрсе бар ғой, мысалы түнде тырнағыңды алма дейді, үйге қарай жүгірме деген сияқты ұғымдар бар. Не болады десек жаман болады деген ұғыммен ғана жауып тастап келдік. Оның түпкі философиясы, мәні, ол қайдан шықты, қалай бастау алды, нені насихаттайды, енді ол жағын ұмытып қалдық өкінішке қарай. Жалпы юриспруденция саласында орысша айтқанда есть закон, есть общепринятая практика деген бар. Яғни заң көп жағдайда жұмыс жасамайды. Неге? Өйткені жалпы қалыптасқан практика бар. Мысалы, сіз айтып отырсыз, негізі осылай болу керек деп. Ол жалпы қалыптасқан идеалды әлем, қазақ қоғамында. Бірақ дегенменен реалды ситуациядан қарайтын болсақ, өкінішке орай бізде әртүрлі құндық сыйлықтарды беру тенденциясы сақталған. Яғни халықтың, менің ойымша қателесуім мүмкін, бірақ дегенменен зерттегенде осы тақырыпта мүмкін халық егер өзінің дәстүрін өзгертсе, немесе кейбір дәстүрлерді алып тастаса, мысал алатын болсақ, қалмалды мүлдем алып тастау, тойларда бір-біріне құнды сыйлықтарды бере беру, көрімдік, сүйінші дегендерді алып тастаса, мүлдем жоқ қалдырып. Қалай ойлайсыздар? Мүмкін халық өзін өзгертетін болса, мүмкін содан бастап психология өзгерсе, жағдай жақсарар ма? Алып тастау деген нәрсемен келіспеймін, себебі ол дәстүрдің мәнімен түбегейлі өзгеріске ұшырайды да, ол және оны дегенмен 50 жылда ел жаңа демекші мүмкін инновациялық. Бірақ енді 70 жылдың ішінде сол ұмытылмады ғой. Керісінше жаңа негативті форматқа ауысып кетті. Меніңше керісінше жаңағы халықтан сыйлықты алу, бірақ оны мемлекеттік пайдасына, мемлекеттік кірістер агенттігіне тапсыру деген практиканы барынша күшейту керек. Госслужбаның арасында. Жаңағы бағана Нью-Йорк туралы әңгіме айтып кеттік қой, 92 жылдар деп. Метродағы граффитилерді қалай жеңді деген ұғым бар. Бір топ бар дейді. Вагондардың барлығын шимайлап неше түрлі граффити салып тастайды. Оны енді өшіре бергенмен пайда жоқ деп. Метроның басшылығы шешім қабылдайды. Бірде-бір вагон шимай шатпақ болып жолға шықпау керек. Яғни жаңа бір круг айналып келді, депоға келіп тоқтаған кезде қызметкерлер бүкіл бояуды өшіреді, суреттің барлығын. Қайта жібереді, қайтадан келеді. Сосын бір күні дейді, вагон тұр депода, түнімен суретшілер жаңағына әдемілеп тұрып суретін салады, граффитишілер. Салып біткенін күтіп отырады қызметкерлер. Аналар салып бітіп кетіп бара жатқан кезде бояуын өшіріп тастайды. Нәтижесіз екенін көрген суретшілер одан кейін вагонды шимайлауды азайтты дейді. Күрт азайтты, бірте-бірте түбегейлі тоқтатты. Енді бәрібір қалады ғой сарқыншағы. Сол сияқты қымбат сыйлықты беру және оны мемлекеттің қазынасына өткізу деген нәрсе егер халықтың көз алдында жүретін болса, бұл өздігінен мемлекеттік қызметкерге жаңа үлкен лауазымды тұлғаға сыйлық беру дәстүрі түбегейлі тоқтайды да. Анау халықтың ішіндегі өзара алым берім ол жүре береді ғой. Мысалы, мен сізге сыйлық берсем, бір алтыннан ат басындай алтын әкеп сізге тарту еттім. Сіз оны алдыңызда Арман налоговойдың бастығы Арманға бердіңіз, мемлекеттік қазынаға өткізіп жібердіңіз. Мысалға маған бұл орысша айтқанда обидно болады. Келесі жолы мен сізге ондай сыйлық бермеймін. Келесі жолы мен тағы бір кісіге сондай сыйлық бердім, ол алды да оны мемлекеттің қазынасына өткізіп жіберетін болса, мен ойланатын едім, неменеге беріп жатырмын мен, ол басқа бір жаққа кетіп жатыр ғой деп. Және сіз менің алдымда борышкер емессіз. Жарайды, мен көңілімді қалдырмау үшін сыйлықты алдыңыз, бірақ мемлекетке өткіздіңіз. Осы арқылы ғана бұны тоқтата аламыз. Ал жаңағындай түбегейлі халыққа ол дәстүріңді, ұмыт дәстүріңді немесе өзгерт деген месседж берсек, ол халықтың керісінше негативті көзқарасын қабылдап аламыз да. Сонымен біздің бүгінгі подкасттан қысқаша қорытынды жасасақ, негізгі мәселе ол психология. Яғни қандай да бір қоғам өз-өзін өзгертпейінше, олардың жағдайы жақсармайды. Бұл бір. Екі, тәртіп. Яғни біз ниетіміз қандай болған маңызды емес, заң деген дүние бар. Заңды міндетті түрде қатаң ұстасақ, сол бойынша жұмыс істесек, сол бойынша өмір сүрсек, тәртіпке бағынған құл болмас дегендей жағдай жақсарады. Үшінші, біз өзіміздің дәстүрімізді негативті жақтарын алып тастап, олардың негізгі қандай пайда болу қайнар көздерін зерттеп, дұрыс бағытқа салу. Өйткені олар мүлдем алып тастау мүмкін емес, бірақ дегенменен оны дұрыс форматқа келтіру дегендей. Және төртінші, ол әлемде қандай тенденция болып жатса да оны ескермеу, түбінде қазақ қоғамына өзіңе қандай кесірі тиеді, соның барлығын зерттеу арқылы белгілі бір нәтижеге жеткізуді халықты үйрету болып табылады. Дұрыс қой? Енді осыған орай қысқадан нұсқа өздеріңіз шамамен 5 жылда біздің қоғам, біздің үкімет, біздің сыбайлас жемқорлықпен күресу саласын
тарапынан қарастырсақ қалай өзгереді және ол жақсы ма жаман ба, қалай қысқаша айтып өтсеңіздер. Енді мынау қазіргі әділетті Қазақстан реформасы жүріп жатыр ғой. Мемлекет басшысының кейінгі 3 жолдауының барлығы да әділетті Қазақстан деп басталды. Осыған басымдық беріп жатыр. Бұның өзіндегі жаңағы заңның үстемдігі мемлекеттегі. Сонымен қатар қайтарылған активтерді бұрын да қайтып жататын, жаңағы жемқорлардан тәркіленген ақша бар, басқа да дүниелер бар. Біз оның қайда кететінін білмейтінбіз. Сәйкесінше жүргізіліп жатқан реформаларға, жемқорлыққа қарсы күреске де мемлекет, қоғамның, адамдардың жүрегінде бір сенімсіздік бар еді. Қазір қоғам көріп отыр. Қайтарылды қаражат, оған мектеп салынды, басқа да әлеуметтік дүниелер жасалып жатыр. Халық көрді, халықтың жүрегінде сенім ұялай бастады. Ал сенім бар жерде нәтижеде болады. Яғни алдағы 5 жылдықта егер осы бағытта тенденция жалғасатын болса, белгілі бір деңгейде түбегейлі жойылады деп айта алмаймын, себебі ол өте үлкен процесс, бірақ белгілі бір деңгейде қазіргіден де статистика анағұрлым жақсара түседі деген сенімдемін. Оның екінші бір жағы бар, бұл цифровизация. Көптеген мемлекеттік қызметтерді алу мәселесінде барлығында адамның қатысуынсыз компьютер арқылы жүзеге асырылатындықтан бұл жерде жемқорлық тәуекелдері бірнеше есеге дейін тағы да азая түседі. Енді технология бірде жылдан жылға дамып келе жатыр. Оның ішінде Қазақстан өзі өнім өндірмейді, цифрлық технология. Бірақ қызмет көрсету сферасындағы цифрлық технологиялардан, жаңағы бағдарламалар жазу жағынан біздің программашы IT мамандарымыз бұл әлемдегі көш бастап тұрған мамандардың санатында. Каспи қосымшасы болсын, Егов қосымшасы болсын, көрші мемлекеттерден келіп таң қалып жатқан азаматтарды көріп жүрміз ғой. Бұл тұрғыдан алғанда енді біздің мамандар тоқтап қалмайды, әрі қарай іздене түседі деген сенімдемін. Енді жаңа президент айтпақшы, адал азамат дегенді білдіреді деді ғой. Енді әр адам өзінен бастау керек біріншіден. Және сол қарапайым халықтың арасына сондай түсінік ұялату керек. Яғни жемқорлық жаман, оның жаңа қандай кері әсері бар, және заң аясында қандай жазасы бар. Және жастарға жастардың миына осыны сіңіру керек, жақсылап. Және айта беруден пайда жоқ. Құр айта бергеннен бір құлақтан екінші құлаққа шығып кетеді. Түрлі ойындар арқылы, жаңағы подкасттар арқылы, жарыстар арқылы, мейлі поэзия болсын, мейлі сурет болсын, өлең болсын, жалпы сондай нелерді көп ұйымдастыру керек. Сондай-ақ қарапайым іс-шаралар болсын, мейлі жемқорлыққа қатысы болмай-ақ қойсын, бірақ басқа да бір әндер жарысы, күй жарысы, айтыс болсын, соған егер антикордың өзі, мысалы, сондай жемқорлықпен күресетін түрлі ұйымдар поддержка жасап, спонсор жасап, жаңағы қарапайым логотипінің өзі, көрінгеннің өзі біраз түсінік береді адамдарға. Сол жастар арқылы түсінікті ұялатып, болашаққа жұмыс істеуіміз керек. Ең бастысы қазір сол секілді. Жақсы, рахмет айтылған ойларыңызға. Айтылған ақпарат, подкаст барысында айтылған ақпарат көрермендерге пайдалы деген үміттеміз. Егер де жалпы бұйыртса осы жыл соңына дейін әлі жобаларды бірталай көрсеміз деп ойлаймын. Және де Теміртау қаласының тұрғындарын біздің жоба бойынша ұйымдастырылатын іс-шараларға қуана шақырамыз, және де міндетті түрде көреміз деген үміттеміз. Сау, саламат болыңыздар.